Ал сабағымызды бастамас бұрын бала, қане шеңберіне шығайық. Тез тұра қаламыз. Яғни, бүгінгі сабағымызда бала, сен қандайсың деген тренинг өткізіп көрейік. Ендеше, сәлем достым. Сәлем достым. Сен қалайсың? Сен қалайсың? Қайда болдың? Қайда болдың? Мен сені сағындым. Сен келдің. Жақсы болды. Тамаша, қолын киіміз қандай болады? Өте керемет. Ендеше сабағымызды бастайық. Бастамас бұрын қане мына жерге келейік. Мына жерде не көріп тұрсыңдар болады? Не мынау? Қазақ үйлері. Қазақ үйлері қалай? Қане, қазақ үйлерінің қандай түсті екен балалар? Көрсетіңдер. Көк және қызыл. Енді көк түстілер болымсыз етістік. Қызыл түстілер болымды етістік. Одағы көпқа бөлінейік балалар. Балалар, бұл қазақ үй бізде. Бұны біз өзін-өзі бағалауда қолданамыз. Жақсы алғыларды. Сендерге 30-ші жаттығу берілгенде. Ендеше қане сен мені, мен сені әдіс арқылы бір-біріміз тексеріп көрейік. Үй тапсырмасы орындалды ма? Яғни үй тапсырмасына балалар бағалап отырамыз өзімізге. Тамаша. Тамаша ендеше орындалған болса, баламыз қандай болып тұр әлі? Ендеше біз бүгінгі сабағымызда баламызға көктем келуіне көмектесейік. Ол үшін мына жерде сұрақтарға жауап береміз. Ал етістік дегеніміз не? Кім жауап береді? Тамаша, мұнға шыға ғой. Заттың қимылын білдіретін сөздерді етістік дейміз. Не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Тамаша, белгілеу ғой қане? Тамаша. Сөздің мағынасына қарай сөз таптары бөлінеді. Зат есім, сан есім, сын есім, етістік. Дұрыс па балалар? Тамаша. Қандай етістіктің түрлері бар екен бізде? Оқимыз. Етістік дара және күрделі, негізгі және туынды, болымды және болымсыз болып бөлінеді. Дұрыс па балалар? Тамаша. Зере, отыра ғой. Дегеніміз неге кім жауап береді? Кәне, кім болады шыға ғой? Бір сөзден болған етістікті дара етістік дейміз. Мысалы, келді, отырды, қарады. Дұрыс па? Тамаша, отыра ғой. Ал күрделі. Күрделі етістік екі немесе одан да көп сөзден тұрады. Мысалы, жазып отыр, жүгіріп келе жатыр, оқып отыр. Тамаша. Ал негізгі етістік дегеніміз не? Кім жауап береді балалар? Қане қол көтереміз. Негізгі етістік. Етістікті негізгі етістік дейміз. Мысалы, оқы, жаз, тұр, отыр. Тамаша. Толғана келе ғой. Түбір сөзге жинақ жалғану арқылы жасалған етістікті туынды етістік дейді. Мысалы, ойлы, ақылдас, ақта. Тамаша. Баса. Келесі. Болымсыз. Жазбал болып бөлінеді. Болымсыз етістік болымды етістікке мане, бапе, жұмақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, ерінге бұзба, жұмма. Тамаша. Баса. Біздің сабағымыздың тақырыбы осы болымды, болымсыз етістікті ары қарай жалғастырады дейміз. Қандай бөлік бар екен бұл жерде? Ендеше бұны жазған кім? Абай Құнанбайұлы кім балалар? Жауап бере алады. Кәне? Абай Құнанбаев ол ұлы ақын, философ, аудармашы. Ол қай жерде дүниеге келген? Ол
Шығыс Қазақстанда Абай ауданында Шыңғыстау етегінде дүниеге келген. Қай жылы дүниеге келген бала? 1845 жылы дүниеге келді. Оның әжесінің есімі Зере, анасының есімі Ұлжан. Ол кішкентайынан зерек болып өскен. Тамаша. Таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Яғни бұл жерде бізге ол өлеңді ары қарай балалар жалғастыр деп тұр Абай атамыз. Кім жалғастыра алады? Асила, кәне. Басынан бастап айта берсек болады. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен асық бол, бес нәрсеге қашық бол, адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, емжек бекер мал жазбақ, бес дұшпанын білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, бес асыл іс көрсеңіз. Тамаша. Сызба бойынша сипаттау мәтінін құрастырып жазды. Яғни бізге бұл жерде болымды болымсыз етістік берген. Сол бойынша біз қазір не істейміз? Мәтін құрастырып шығамыз. Кәне. Бұл бізде топтық жұмыс. Бәріміз бірлесіп отырып ақылдасып балалар. Балды қойып отырамыз. Сол сөздерді пайдаланып осы жерде қане әңгіме қарастырып шығамыз. Ал сендерде қандай етістік? Болды. Қандай етістік? Балалар болдық па? Ал ендеше екі топтан бір-бірден екі-екіден шығыңдар шыққан. Ортаға қағаздарын алып шығыңдар. Екіден ғана, иә? Өздерінің орталарынан екі адам шықсын. Ал кәне, болымсыз етістік тобы. Оқиық. Әдепсіз болсаң, ешкім сені сыйламайды. Әдепсіз бала бос сөздерді көп айтады, үлкенді сыйламайды. Әдепті болған жақсы. Тамаша. Енді осы сөйлемдерінің ішінен болымсыз етістіктерді табыңдаршы. Сыйламайды, әдепсіз, сыйламайды. Қорқақ болма, өжет бол, қатыгез болма, мейірімді бол, өтірікші болма, шыншыл бол. Тәртіпсіз болма, тәртіпті бол, әдепсіз болма, әдепті бол. Тамаша. Енді осының ішінде қандай етістіктер бар екен? Болма, бол. Болма. Бол дегеніміз қандай етістікке жатады? Бол дегеніміз болымды етістік. Ал болма дегенім? Болымсыз етістік. Тамаша. Жаттығуымыз біздің 35-ші жаттығу. 35-ші жаттығуымыз 35-ші жаттығу, иә? 35-ші жаттығуды біз пазл әдісі арқылы істейміз, орындайды екенбіз балалар. Яғни сендерге алдылайма пазл беріледі, соны құрастырып шыққан мақалды оқисыңдар, иә? Қане бірлесіп отырып, топтасып жұмыс жасаймыз. Қане пазл әдісі арқылы орындаймыз. Жылдан біргеміз, бірімізге көмектесеміз. Яғни бұл жерде мақалды кім анықтап тауып тапсырманы дұрыс орындап шығады, дескриптор біз білеміз, иә? Бір балл алады екенбіз. Бірінші пазлдарды құрастырамыз, бір балл, мақалды қойып аласыңдар, 2 балл болады. Тамаша, әдемілеп жатсыңдар. Тамаша, дұрыс балалар. Дұрыс орындап жатырмыз. Тамаша. Дұрыстап оқи алатындай болсын балалар, иә?
Балалар 3 минут жылдамдатамыз. Кайтопты деп қолда балақтаймыз. Қанша бірінші топты фотографында қазір балағына топ көтейік, иә? Danası bol. Жейміз. Қол жейміз. Ал, қане, ыңғат үстімізді шеңгелге. Ал бір сұрақтан алайық, оқиық. Кісіге қарап сөз алма, сөзіне қарап кісі алма. Бұл жерде болымды етістікпен болымсызды етістік бар. Қандай қош, ол қандай? Алма, ал. Тамаша, қане. Келесі, ыңғат. Мұны жазған адамның өзін біл, сөзін білме. Ал. Осы жерде етістіктер табайықшы. Бұл жерде етістіктер біл, білме. Аха, бұлар қандай етістіктер ешті? Біл. Қандай етістік? Болымды, болымсыз. Білме, болымсыз. Қане шығамыз шеңберден? Сен оқи ғой? Bir elin adası bulma. Bu жерде етістік болма. Ол болымсыз. Тамаша. Шыға ғой, тамаша жауап беріңдер. Жауап бергендеріміз отыра береміз. Келесі. Көктемде қар ериді әр жерде. Көктемде. Ал, қане. Зере, Ерзат. Қайымыз жауап береткен. Қане оқимыз тапсырмамызды. Bir үйдің баласы болма. Бұл бізде болымсыз етістік. Тамаша. Етістікті бірінші айтамыз. Тауып аламыз, соның қандай екенін. Bir елдің данасы бол. Етістік. Бұл жерде етістік бір. Бол. Аха, ол қандай етістік бізде? Ол бізде Болымды ма, болымсыз ба? болымды етістік. Тамаша. Тамаша, қане. Гүлге аударып қоямыз. Тамаша. Келесі. Көп үйдің санасы бол. Отыра ғой, Ерзат. Бұл жердегі етістік бол. Бол болымды. Болымды етістік. Тамаша. Отыра ғой. Сері сондай тамаша жауап берді. Отыра ғой. Келесі. Қар ериді әр жерде. Көктемде. Құстар салады. Чичирик. Құстар. Тұра аламыз. Жауап береміз. Сен мектепке барма. Бұл жерде етістік барма. Бұл болымсыз етістік. Тамаша. Қансая.
Yetishlikda aniqda. Ammo ag'arshi bildik to'rt. Bu yerda yetishdik. Bu yerda yetishdik to'rt. Bo'ldimi, bo'limsizmi? Bo'mda yetishdik. Tamosha. Qani bizda endi qancha so'roq qolibdi bolalar? 2 so'roq bor ekan. Qani Aysila sen javob bera sol, ya. Sen былай ko'kka to'proq shashpa. Yetishdigi ko'kka shashpa. Qanday yetishdik? Bo'ldimi, bo'limsizmi? Bo'msiz yetishdik. Aha, kelesi so'roqqa qo'y. O'tirib aytpa. Yetishdigi aytpa. bo'ldimi, bo'limsizmi? Bo'msiz yetishdik. Bo'limsiz. Tamosha. Qanday yerimga ko'mib qo'ydi. Ya'ni bizga qanday mezgil kerak жатыр ekan? Bo'limsiz. Tamosha bolalar. Al endi bizning kelesi topshirmamiz bolalar. Uyga topshirma bolalar 34-jattig'uda olasizlar. 34-jattig'uda ne deb turib bolalar bizga? Maqolni jatdan kelesizlar. Ya'ni uni ma'nosin tushuntirib aytib berasiz. Bu topshirma sizlarga uyga. Endеше bugungi saboq sizlarga tushunibdi bo'ldimi bolalar? Qanday yetishdik turgan men tanishdik biz bugun? Saboq tushunibdi bo'lsa, qani endi biz saboq bo'yicha keri baylanishib bormi? Yo'q. 7 ball bormi? Yo'q. 8 ball bormi? Yo'q. 9 ball bormi? Yo'q. 10 ball. Tamosha. Endеше bugungi saboqimiz o'ta natijali o'tdi deb eseplayman. Topshirmaning bari yaxshi o'rinda belsenga qatnashadilar bolalar, ya. Al endi sizlarga saboq keri baylanish dedik bolalar. Uni biz qani bir dengeliga qani keri baylanish jasadlik bunga saboq sizlarga qanchalik tushunarli bo'ldi? Tamosha. Qani kelaveramiz barimiz. Bir kelaveramiz. Hayotga qanchalik tushunarli bo'ldi ekan? Tamosha. Ne? Yaxshi bo'ladi. Bugungi saboq barimizga tushunarli bo'lganligiga tanishlarga kelishguncha sog' bo'linglar.